Жас ұрпақты кітап оқуға тарту мақсатында қаланың орталық көшесінде кітаппен демалыс, жазғы оқу атты іс-шара өткізілді. Жуан Молдағалиев атындағы облыстық ғылыми әмбебап кітапханасы ұжымы мұрындық болған бұл жоба кішкентай оралдықтардың көңілінен шықты. Игі шараның Сырымбаба ескерткіші маңында ұйымдастырылуы тегін емес. Өйткені кешқұрым бұл аумақта бала шағасымен демалып жүрген жас отбасылар мен үлкендер жағын көптеп кезіктіруге болады. Көңілді ән шырқалып, танымал мультфильм кейіпкерлерін көрген сәттен-ақ балалар осында ағылды. Бүлдіршіндерге кітап оқудың пайдасы көл көсір екенін түсіндірмекке белгілі қоғам қайраткері Жайсан Ақбай арнайы келіпті. Балаларда атасын көргенде қаумалап, білмеген дүниелерді сұрап алуға тырысты. Кітап дейтін сондай құдіретті. Оны аспанда, космоста да оқиды. Оны жердің астында, метрода да оқиды. Пойызда кетіп баратқанда да, самолетте отырғанда да адамдар оқиды. Бір кітап ең біріншіден сіздердің мұғаліміңіз. Екіншіден ақыл кеңесшіңіз. Өмірлік серігіміз. Іс-шара барысында көгерімдер түрлі конкурстарда бақ сынап, таным көкжиегін арттыратын викториналық сұрақтарға жауап берді. Ал ойы ұшқыр өрендерді тәттілер мен арнаулы сыйлықтар күтіп тұрды. Сондай-ақ енді біріне ашық аспан астында қалаған кітап журналын алып, оқуға жағдай жасалды. Мазмұнына қарап, ұнаған мәтінімді алып, соны оқитын боламын. Оқыған бала қандай бала болады? Ақылды және дара. Біздің шараларымыз ең маңызды мақсаты деген кітап оқуды, кітапты насихаттау. Осы шараларда біз деген өз кітапханамызға бірнеше жаңа оқырмандарды жаздыртып, сол оқырмандар өз таңдаған кітаптарына біздің кітапханаға келеді. Айта кетейік, игі бастама аптасына бір мәрте халық көп жүретін орындарда ұйымдастырылады. Жалпы жыл басынан бері кітаптың қоғамдағы беделін арттыруды көздеген 183 іс-шара өткізілген. Оған 23 мыңнан астам адам қатысқан. Назерке Тоқжан, Дастан Бижанов, Айдос Қисымов, Ақжайық арнасы.